Тынық мұхитының қақ ортасында бір жұмбақ арал бар, Кокос аралы. Оны нағыз қарақшылар аралы деп бекер атамаса керек. Аңыз бойынша бұл жерде лима қазынасы деп аталатын ең құнды байлық жасырылған. Оның ішінде алтын, інжу, маржан, тіпті алтыннан жасалған бүтіндей қасиетті мүсіндер бар екен. Бірақ қазына қазір қайда? Неге оны ешкім таба алмай жүр? Қазынаның қарғысы бар ма? Осы күнге дейін жүздеген адамдар Кокос аралына келіп, қазына іздеуге тырысқан. Бірақ мұнда не болатынын білесіз бе? Кейбіреулері кенеттен ауырып қалады. Басқалары із-түссіз жоғалады. Ал ең қорқыныштысы, кейбір адамдар бұл аралдан ақылынан адасып қайтады. Жоғалған экспедиция. Бірде германдық бай кәсіпкер Август Гизлер күшті экспедиция ұйымдастырып, аралдың түкпір-түкпірін зерттемек болды. Ол Кокос аралында 10 жылдан астам өмір сүрді. Бірақ аралдан қанша алтын іздесе де, ештеңе таба алмады. Ал оның командасындағы адамдардың бірі бір түнде жоқ болып кетті. Оны ешкім ешқашан тапқан жоқ. Құпия түнгі оқиға. Тағы бір оқиға, бір зерттеуші топ мұнда қазына табуға келген. Олар аралда бірнеше күн өткізді, алайда бір түні топтың бірнеше мүшесі шатырларын тастап, белгісіз бағытқа жүгіре жөнелген. Кейін олар не болғанын есте сақтай алмады. Ал ең жаманы, сол түннен кейін біреуі ешқашан қараңғы жерде жүре алмайтын болды, ал екіншісі ешкіммен сөйлеспейтін мылқау адамға айналды. Олар нені көрді? Неге осындай жағдайға тап болды? Бұл туралы ешкім білмейді. Қарақшылардың қарғысы. Жергілікті аңыздарда айтылады, егер сен қазынаны өзің үшін алғың келсе, арал сені жібермей. Тарихи деректерге сүйенсек, 17 ғасырда әйгілі қарақшылар Уильям Томпсон мен Бенито Бонито Кокос аралына өздерінің тонаған алтындарын жасырды. Бірақ бұл қазынаны алу үшін олар өздерінің кейбір серіктерін өлтірді. Мүмкін, солардың рухтары бұл алтынды қорғап жатқан шығар. Қызығы, бұл аралда алтын табылғаны туралы деректер бар. Мысалы, бір балықшы су астынан алтын тиындар тапқан, бірақ кейін ол түсініксіз жағдайда жоғалып кетті. Оның денесі де, қайығы да ешқашан табылған жоқ. Қазына қайда? Бүгінгі таңда Кокос аралында қазына бар екені нақты дәлелденген жоқ. Бірақ әр 10 жыл сайын жаңа зерттеушілер тобы оны іздеуге тырысады. Ал арал әлі күнге дейін өз құпияларын сақтап отыр. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл шындық па, әлде қарақшылар бізден әлдеқайда айлакер болып шықты ма?